Әлем кереметтерге толы. Сондай кереметтердің бірі интеллект. Планетамызда осындай кереметмен дараланатын адамдарда кездеседі. Кейбіреуі адам баласы шеше алмаған математикалық есептерді шешіп жатса, кейбірі заман ғылымына жаңа теоремалар енгізуде. Сәлем достар, бүгін Скаврон арнасы осындай кереметтерімен дараланып жатқан ерекше тұлғалар, яғни әлемнің ең ақылдылары туралы мағлұмат беретін болады. Ал егер сіз әлі де болса Скаврон арнасы жазылмасаңыз, тіркеліп кетіңіз. Стивен Уильям Хокинг, ағылшындық физик-теоретик, 1942 жылы Ұлыбританияда дүниеге келген. Әлемге атақты Оксфорд және Кембридж университеттерінде оқыған. Стивен Хокингтің ата-анасы да ғылыми адамдар болған. Стивен Хокингтің қандай жұмыстарын атауға болады? Ол Биг Банг теориясын жаңартқандардың бірі болды. Сонымен қатар қара құрдым туралы біз білетін көп нәрсе Стивен Хокинг гипотезасынан алынған. Яғни Стивен Хокингтің қара құрдым туралы қазіргі таңда өте көп еңбегі бар. Стивен Хокинг 1960 жылдан бастап арқадағы амиотрофикалық склероз диагнозы бойынша ауыра бастады. Тіпті дәрігерлер 1963 жылы оның 2 жыл өмірі қалды деп санады. Бірақ Хокинг мойыған жоқ. Ауруының белең алуы нәтижесінен қазіргі таңда ол сөйлей алмайды, денесін қимылдата алмайды. Тек арнайы сөйлейтін синтезатор арқылы өз ойын жеткізеді. Акрит Ясвал. Оның атағы 7 жасында ақ шықты. 7 жасында көрші қызға хирургиялық операция жасаған болатын. Дәл осы оқиғадан соң оған сол маңдағы дәрігерлер көмек сұрай бастады. 12 жасында медицина колледжінде оқыды. Ол Extraordinary People деректі фильмінің бір қаһарманына айналды. The Sunday Times-тағы бір сұхбатында 4 жасында Grey's Anatomy кітабын және химияның жетік білгені және физикадан А стандарты бойынша өте жақсы білгенін айтқан болатын. Оның ең үлкен арманы қатерлі ісікке қарсы дәрі ойлап табу екенін тілге тиек етті. Ким Ун Йон, кореялық вундеркинд, 4 жасындағы 4 тілді жетік білген математикалық анализді шеше алған, ал 8 жасында НАСА-ға шақыртылған болатын. Дәл осында оқи жүріп, 15 жасында физика ғылымының докторы атанды. Бірақ 10 жасында НАСА-да жұмыс істей жүріп, ол өзін робот сияқты сезінетінін айтқан болатын. Сондықтан 16 жасында еліне қайтып, сондағы бір корпорациялардың біріне жұмысқа тұрды. Оның IQ-і 210 бірлікпен бағаланып отыр. Теренс Чишентау, австралиялық математик. Оның ең үлкен еңбектерінің бірі Грин-Тау теоремасы. Қазіргі таңда Лос-Анджелестегі Калифорния университетінде жұмыс істейді. Әкесінің сөзі бойынша 2 жасында-ақ 5 жастағы балдарға ағылшын тілінен және математикадан сабақ өткен. Қазіргі таңда Филдсов сыйлығының лауреаты, Лондон корольдік қоғамының мүшесі және әлемдегі ең жас профессор атанған адам. Небәрі 24 жасында Калифорния университетінің профессоры атанды. Оның IQ-і 230 бірлікпен бағалануда, яғни әлем бойынша ең ақылды адам. Сонымен видеомыз соңына жетті. Егер видео ұнаса лайк және тіркеліп кетіңіз. Скавронның ВК парақшасына тіркелуді ұмытпаңыз.